Армысыздар, шляпаның жасалу жолын көрсетемін. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетейік. Шляпаның негізгі бөлігі картоннан жасалады. Картонды өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осындай видеодағыдай қиып алып, домалақ бірінші жасап аламыз. Сосын оның ортасын домалағын тесіп аламыз. Содан осындай жіңішке ұзын қағазды тоже картонды қиып алып, андай қылып домалақтап орап қоямыз. Мендегі размері 30, негізгісі, ортасы 20. Ортасын осылай кесіп алып, оралып тұрған картонымызды осылай қойып, клейлеп тастаймыз. Сол кезде шляпаның жоғары бөлігі шығады. Ортасында кесіп алған бөлігін жаңағы жерге қойып, клейлеп тастаймыз. Жайлап отырып, шет жағына клейді жағамыз. Жаңағыдай нені орап тастасақ, осындай домалақ картон өзі осылай оралады. Шет жағына жай ғана клейді жағып, домаланған картонымызды клейлеп тастаймыз. Сол кезде шляпаның жоғарғы бөлігі шығады.
кішкентай дөңгелек бөлігін осылай жабыстырамыз, үстіне қойып осылай жабыстырамыз. Енді сыртын әдемілеп қаптаймыз. Ол үшін пакетімізді алып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осылай қидым, осылай қиып алып, осылай екі бүктеп бәрін дайындап алдым. Сосын шляпамызға жабыстырамыз. Мен ыстық клеймен жабыстырдым. Ешқандай ештеңе бүрсіп қалу ештеңе болған жоқ. Ыстық клеймен клейленді. Осылай өзіміздің ыңғайымызға қарай клейімізді жағып, үстіне пакеттерді қиылған пакеттерді үстіне әдемілеп әртүрлі ыңғаймен жабыстыра бердім. Жабыстырып болған шляпаға енді гүлін дайындаймыз үстіне әдемілеу үшін. Ол үшін осылай пакетімізді қиып, жіңішке етіп қиып, бір жақ шет жағын қиып, осындай гүл жасау үшін инемен осылай тігіп аламыз. Ине жіппен осылай тігіп аламыз.
осылай тігіп алып, шашақтатып қайшымен қиып шығамыз. Сол кезде әдемі гүл шығады. Өте оңай. Бұл екінші алдыңғы видеоларымда қарағанда басқаша жасалу жолы бар. Мынау екінші жасалу жолы. Төменде видеоларды қарап шықсаңыздар болады. Шашағын қиып болғаннан кейін гүлдің түбі жағын осылай жақсылап байлап тастаймыз. Тарқатылып кетпеу үшін жақсылап байлаймыз. Түбін дайындап байлап болғаннан кейін осылай шашақтап әдемілеп қоямыз. Өзімізге қажетті гүл жасап алып, осылай клейлеп тастаймыз. Осылай гүлдермен әсемдеп қойдық. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша гүлдер сала беруіңізге болады. Басқа да видео сабақтар қарағыңыз келсе төменде бар. Ол үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Назарларыңызға рахмет.